34-ші есеп. Шығарыңыз. Біз мұнда теңсіздікті көріп тұрмыз. Теңсіздікті шығару бізге оңай болу үшін, біз теңсіздіктің оң жағында, сол жағында 14-ке көбейтейік. 14-ке көбейткенде бірінші бөлшектің алымын 7-ге көбейтеміз. 14 пен 2 қысқарады. Ал екінші бөлшек 14 пен 7-ні қысқартқанда 2-ге көбейтіледі, ал y қосылған 3 14-ке көбейтіледі. Енді жазайық. 7 көбейтілген 4 қосылған y, азайтылған 2, y қосылған 2. Кіші 14 көбейтілген y қосылған 3. Енді жақшаларды ашайық. 7 көбейту 4, 28, қосылған 7 көбейту y, 7y. Минус 2 көбейтілген y, минус 2y, минус 2 көбейтілген 2, минус 4. Кіші болады. 14 көбейтілген y, 14y, 14 көбейтілген 3, 42. Мұнда бізде теңсіздіктің сол жағында 7y минус 2y 5y-ті береді. 28 минус 4 плюс 24-ті береді. Кіші болады. 14y қосылған 42. Енді біз белгілерін бір жаққа, белгісіздерін бір жаққа жинақтайық. Ол үшін 5y-ті теңсіздіктің оң жағына апарайық, ал 42-ні теңсіздіктің сол жағына алып келейік. Ендеше қалай болады ол? 24, 42 теңсіздіктің сол жағына өткен кезде минус таңбасымен өтеді. Дәл солай 14y, 5y минуспен келеді. Енді осыны шығарайық. 14-тен 5-ті азайтамыз. 9y болады. 9y үлкен болады. 24 минус 42 минус 18. Осы жерден y-ті тапсақ, y үлкен минус 2-ден. 18-ді 9-ға бөлдік. Енді сандық сәуле сызайық. Мұнда 0, мұнда 1, 2, минус 2. Теңсіздік белгісі қатаң, сондықтан бой алмайды. Енді y-іміз үлкен минус 2-ден болса, онда біз оң жағын штрихтаймыз. Ендеше, y қандай аралыққа тиісті? Y тиісті, жай жақша, минус 2-ден плюс шексіздікке дейін. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы.